Балам, жаным тұра ғой. Сен үшін арнайы қазғарта пісіп қойдым. Мә, балам, әбден қарның аш қылықты ғой. Қазғарта жей ғой, балам. Қазғарта, қазғарта. Қозы, картаген? Не? Карта қайда? Не істейсің оны? Түнде көрсетем деген фокусым есіме түсіп кетті, көрсетейін да саған. Тұрған жерде аласыз ғой. Әр жерде ма? Общагада кейбір кездері қарның ашып жүреді. Кейбір кездері болғанда қалай? Всегда ғой. Біздің универге түсу мақсатымыз диплом алу. Сөйтіп дипломмен жұмыс істеп, өзімізді өзгерту. Жоқ қой? Қазірден жауапкершілікті өз мойнымызға алуымыз керек. Оған дейін общагада асқазанның қамын ойлаймыз. Ол да біздің мойнымызда. Но тамақ табудың жолдары көп. Мысалы, қыздармен жақсы тіл табысатындар, крысовать ететіндер, вахтерша апаймен қаттарласатындар. Кез келген общаганың жанында дүкен болады. Бұл дүкенде беретін тәте болады, және бермейтін тәте болады, қарызға. Тәте, өтініш соңғы рет қарыз қалайшы, ешқайда қаш кетпеймін, міне ұдастағым. Ой, жарайды енді. Рахмет, тәте. Тәте, ұлыңызбен қашан таныстырасыз? Таныстырам деп едіңіз ғой? Ол жұмыста, қолы босап жүрген жоқ. Мына заттарды қарызға ала берейін, я? Қалың малда мен сауайт етесіз ғой? Жарайды, ала ғой. Қош, стипендия түсі дейсіңдер ма не? Рахмет айтқандарыңа жақсы болды. Біраз қарыздардан құтылып қалатын болдық қой. Қойш, Арука, сен платныйда оқиды екенсің ғой? Айтпайсыңдар ма, платныйда оқисыңдар деп мен аяқта мәз болып тұрмын ғой. Ту, тәте, соңғы рет бере салыңыз, кейін қайтарып беремін ғой. Жарайды. Рахмет, шөпкім. Не алайын деп едің енді? Ала қойш. Так, маған 2 нан, 2 ролтын бер салыңызшы. Тәте, сіз кіші жүз екенсіз ғой, мен темамам кіші жүз, нағашым екенсіз ғой. Мені кіші жүз деп кім айтты? Мен ұлы жүзбін. Менің екінші мамам ұлы жүз, папамның 300-ден әйелі бар. Қожа болсам не істер едің деп? Папам қожадан тағы бір әйел алайын деп жатыр. Папаң айтсай, қатын ала бергенше тамаққа ақша салып жіберсін. Былай айтқанда, общагадағы тамақ қолыңда тұрған пульт сияқты. Табу қиын. Соля, қайда жүрсің? Комнатада болмадың ғой кеше? Білесің ба, жыламаған бала емшек жоқ дейді ғой. Кеше Жанияның комнатасында жылағансың. Бәсе, көзің ісіп қызарып тұр. Бірақ натуре жыладым. Жания тұрды, проблемасын айтып, семейный проблемасын айтып, жылатып жіберді. Бармайын болды Жанияның комнатасына. Проблемасы жоқ, қыз тауып алу керек. Жатам. Ема, қайдан алдың? Қайдан алдың деген емес, аңға шықтым деген жоқтың ба? Аң, хозяйны кеп, аңымызды шығарып жүрмесін? Жоқ ғой, холодильникте жатыр әшін, ертең мұз болып қатады да, сонымен мусорға тастай жүреді по-любому. Жарайды ғой, қалай алып кетіп жүрсің ба? Короче, Моңғол, мынау қате, ұят болады. Барда орнына апарып қой. Біреудікі ғой мынау. Ұрлықты бұл қорлық екенін білесің ғой? Ақылды адам өзімен күрессе, мемлекет жемқорлықпен күрессе, ал общагадағы студенттер аштықпен күреседі. Но общагада ұрлық түбі тоқтық. Сенің балтықты тай басқаны, қылығыңа тоймаймын, ай сапсары, қылығыңа тоймаймын, ай сапсары, ай сары қыз, шеке туған дара қыз, ат қойыпты сары деп болсы бізге дәрі қыз. Ай сары қыз, шеке туған дара қыз, ат қойыпты сары деп болсы бізге дәрі қыз. Прикинь, моей маме настолько понравилась казы, что она решила сделать эксперимент и добавила туда сало. Серьезно? Серьезно.
Офигеть. От простого казы вообще не отличишь. Пойдем, я тебе покажу. Go. Ойлап таппайтындар жығы. Зор кетті бір. Осыдан кейін бір деп ашылатын мұздай кола болса, артынан бір штук темекі, оның артынан. Қалай? Қазын есі әкетті ма? Бүгін менде бір креативный кездесу болайын деп тұр. Обычно қыздармен сүйіскенде сағыздың дәмі шығып тұратын еді ғой. Бұл жолы со вкусом қазы болайын деп тұр. Қалай болады екен? Ол жарайды ғой. Ата қайда жүрсің? Мен статистикеде болдым. Білесіңдер ғой, елбасы медалін алу керек маған. Че шақырмайсыңдар мені? Өй, сен өзің айтатын ба? Білім дейтін 1000 жылдық азық деп. Сен тоқ шығар деп ойладың. Ладно, мынау қайдан алдыңдар өзі қазыны? Кухнядан періп кеткесін. Епа, үлкен қателік жасатындар жігіттер. Ойбай, не? Үлкен қателік жасайтындай. Шошқан етін әкеп жеп отқан жоқпыз ғой? Вот именно. О, боже мой, маған мынандай креатив керек емес еді ғой. Бля, мен орысша сөйлеп жатырмын, прикинь, ева. Регулировать. Нотариус. Что здесь происходит? Жігіттер жүрегім айнып жатыр, құсатын сияқтын. Сәл шыдасаң, тіс жасамайсың ба? Бұндай кезде не істеуге болады? Ұстаздарымыз айтқан ғой, если аштан өлейін деп тұрсаң, жеуге болады деген. Все, успокойтесь. Мә, орысша сөйлеп жатырмын менде. Походу, исіне маяк ұстадым мен. Сендер тыныш отырыңдар, мен бар кухняны тазалап келейін. Задно тіс жасал, е? Кітап оқитын пайдасы осы жерде теген шығар маған, ё-бая. Сөйле. Зато кайф екен, е, бірақ там, е? Қумаш перестань. Ё-май! Бұл общагада өте үлкен ұрлық болған. Бізге қалайда сол ұрлықшыларды ұстау керек. Вот про этот казы я тебе говорила. Да, класс. Реально на казы похоже. Давай я тебе офигенный беш приготовлю. Пошли. Пойдем. Қайдан келе жатсың? Кухняда посуда жуып келе жатқанмын ғой. Ұрлағаныңды білдіртпейін деп артын тазалап қоятсың ба? Жоқ. Көзіме қараш. Қап-қара түнек пе? Иә. Бұл сенің отыратын жерің. Егер де мойындасаң, форточканы ашып қоям, жар түсіп тұрады. Жоқ, ештеңе ұрлаған жоқпын мен. Білем ғой мен сендерді. Байқамай алып кетесіңдер, болмаса ұрлап кетесіңдер. Ал ойлаңдар, байқамай қамап түсінік. Мен сені жаттап алдым, бұйра бас. Бұл проблемалар менің кредитім сияқты. Біріншісі енді бітіп еді, екіншісі тез келіп қойды. Ұрлық явно осы жерде болған. Енді өздері айтып тұрған жоқ, осы жерде болды. Енді холодильникті айтқан жоқ қой. Так, қалай болды? Айтып беріңізші. Осындағы розеткаға телефонымды зарядкаға қойып едім, қайтып келсем жоқ. Мына камералар істей ма? Бұл камералардың біреуі де істемейді. Аға, өтінем тауып бере аласыздар ма? Мен оның тіпті кредитін де төлемедім. Уайымдамаңыз. Тауып беруге тырысамыз. Сізде телефонның коробкасы қалды ма? Иә, комнатамда тұр. Онда на всякий случай осы жерге алып келе салыңыз. Егер де ұрыны таппасақ, хотя бы приятный болады да, қымбатырақ сатады. Болды. Біздің жұмысымызға араласпаңыз. Біз жұмыс істеуіміз керек. Комнатаңызға барыңыз. Прекрати, Суля! Суля, прекрати! Суля! Жігіттер, жаңа біз жеген қазы сала емес екен. Доғар, Суляжан! Созвонить тортитым бұғыр.
натуре қазы болып шықты ма? Ема, бүгін тыныш ұйықтайтын болдық қой онда. Бірақ ана қазының иесі арыз жазыпты. Полициялар келіп тұр. Оны білгенде жаңа шошқаның етін жеп, орысша сөйлеп отыра беретін қой. Эфир құтты болсын, жігіттер. Эфир құтты болсын. Не эфир? Қылмыс пен жазада басты рөл сомдайсыңдар. Ата, сонда саған күлкілі ма болса? Күлкілі болмайды. Жеге, қазір барамыз, улатпай, шулатпай, қолымызбен істегенді мойнымызбен көтеріп, қазының иесінен кешірім сұрайық, Қазының иесі бір соғысқа қыз болса, көп күлген бір жыл айтты, абайлайықшы қазір. Жігіттер, коридорға бәрін шақырып отыр, тез шықсын деп отыр. Басы дәмді басталғанымен, соңы ащы болып бара жатыр. Қазы ұрлап сотталып дегенде естіген жақындарым жылаудың орнына күлетін сияқты. Так, жігіттер. Тұра тұр, мен өзім табам. Ты, ё-моё, неге айттың? Бүкіл интригені құрттың ғой. Зато молодцы. Мойындағандар дұрыс болды. Аз сұрқы етіп. Нелер бар біреудің затында? Кім енді ол біз деген? Шығарыңдар! Ағам, шығарғанда ол бұрынғыдай емес қой, өзгеріп кетті ғой кішкене. Мыналар кәдімгідей профессионал екен ғой. Уже запчастьке өткізіп жібердіңдер ме? Ол затқа ола керек деп ойлаған жоқпыз сіздер. Мыналар деген біздің менсінбей тұр ғой. Мен сындырып жіберем ғой қазір. Машина ұрласыңдар етсесіңдер? А? Тем более ол қыз баланқы ғой. Кредитке алған. Қазында кредитке алған. Аға, шыны керек, жеп қойдық. Телефон жеп қойдыңдар ма? Сіздер телефон іздеп жатсыздар ма? Қазын емес па? Біз не, қаз іздеп жүрген адам ұқсап тұрып па? Жоқ аға. Біз ондай телефон дейтін нәрселермен айналыспаймыз ғой. Біз сол майда шүйде қазы, пазы, асқазанға баратын заттарды ұрлаймыз ғой. Телефонды кім алды сонда? Аға, мен телефон табылды. Көрші комнатадағы қыз өз комнатасына апарып қойып қойыпты. Сіздердің уақыттарыңызды алып жібердім, ау, кешіріңіздерші. Ештеңе етпейді. Өзіміздің жұмыс қой. Жігіттер, біз тәуелсіз егеменде тұрып жатырмыз. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Сол жетістік мына сендердің мойындарыңда. Так что ана майдаша түртікпен айналыспаңдар. Ровно жүрсіңдерші. Онда абайлап жүресіңдер ғой, Типа абай деп. Кеттік қол. Бүгінгі күн Сеганың ойындары сияқты. Сонда біздің қазын сендер алдыңдар ма? Әр кезең алдыңғы кезеңдеге қарағанда қиындап бара жатыр. 209 10 минуттан кейін 313-ке. Моңғол? Кішкене аяқ киімді бұлай қарай шешу деген жоқ па сенде? Ой, таптазаным, ноп-номай ғой кеше адамды. Бірақ атаға риза болдым сонда да. Жаңа бізбен бірге бір қатарға тұрып, кәдімгідей бар ғой. Ойбейді, неменеге тұрмайды екен? Қазын иіскеп маяк ұстаған жоқ па жаңа? Бірақ байқадыңдар ма? Телефон жоғалтқан соска екен, Бірақ мені көрген кезде өз-өзін жоғалтып алайын деді ғой. Қазының тарихы Қазақстан тарихынан ұзақ болып кетті ма? Қумаш ата, оқымысын деген сайын. Қазақстан тарихы деген баяғыда басталған ғой. Ата, сен қала бер, қатысың жоқ па? Сөйле, Моңғол, кеттік. Чо там, біздің қазыны жеп, қарындарың тоқ. Асқазандарың сіңіре алмай жатқан шығар, братан, сіңіре алмай кеттік. Коласы дегеніміз ғой, таппай кеттік. Соны айтам да оларға. Кола бір болса ресторанда болады дегенсің ғой. Моңғол. Кола болады саған. Бірақ бүгін біз бірден антрактіден бастаймыз. Бұл ресторанның антракт кезіндегі әуен өзгергенімен биіміз өзгермеді. Бүгінгі күн қазы жедік пе, өмірден таяқ жедік пе, түсінбей қалдық. Бірақ түйгеніміз бар. Не кажется, или это похоже на обычные казы? Да. Кажется, что ты перепутала. На қазын ұрлағанымыз қате болмады ма, са? Ой қойш, білмей қалады. Білсе де қыздар деп ойламайды ғой. Қыздар, на қазының дәмі бір түрлі ма? Или мне так кажется? Қайда мені әкетіп барат, қандай ғаламшар, жанды әлемде жансыз адамдар қолында менің жарықшам, мұнда мәңгі түн орындалмаған армандар, өмір деген парақ
қабыл